Барлығына сәлем достар, сізді бірге мен Абисон. Көп болды видео шықпағылары, сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Бүгінгі видеода мен сіздерге TikTok желісінде қалайша тез арада рекке шығудың оңай жолдарын айтатын боламын. Ал ендеше біз видеоны бастаймыз. Егер де сіз тез арада ректен шыққыңыз келсе, онда сіз видеоның описаниясына «Хочу в рекомендация» рек деп жазуыңыз керек. Сол кезде сіздің видеоңызды тез арада рекке разработчиктер шығарады. Бұл бірінші жолы, әрине бұл көп іске асады деп айта алмаймын. Ол үшін сіздер ешкімнің видеосын ұрлап алмауларыңыз керек, тек өздеріңіздің ғана видеоларыңызды салуларыңыз керек. Келесі жол, ол сіздерге айтуым керек, ол міндетті түрде ешқашан тренд түсірмеңіз. Яғни атақты тиктокерлер түсіретін шығар, бірақ олардың активностері өте керемет, және де оларға ол жарасады, және де олардың үйлері былай фондары әдемі болып тұрады. Ал сіздің былай тренд түсірсеңіздер ыңғайсыз болып қалады. Мысалы XO, Bosch, Panamera дегендер де бар. Ондайда түсіруге кеңес бермеймін. Егер де сен қыз болсаң, саған өте керемет кеңес бере аламын. Сен, если Free Fire атты ойынды ойнай алсаң, Free Fire атты ойынды ойнап, нуб болсаң да, әйтеуір TikTokқа салып, сөйтіп көтерілуге болады. Содан кейін әрине Free Fire'ды кішкене уақытқа тастап, өзің былай өзіңді түсіріп, былай дамып кетесің. Былай 10 мың сондай подписчикке жетіп алғансың, сөйтіп тастайсың, Free Fire'ды. Келесі кеңес ол лайфхактар түсіру. Яғни TikTok'та лайфхактар деген нәрсе, заттар өте керемет дамыған. Мысалы, сіздің жасыңыз 13-тен көп, 13-тен үлкен болса, онда сізге түсіруге кеңес беремін. Себебі, бірақ лайфхакты түсірген кезде ең бастысы монтажың жақсы болу керек. Монтажбен де былай көңілді аулайсың. Егер де сен ұл болсаң, тоже саған кереметтей кеңес бар. Сен спортқа қызығатын болсаң, спорттың любой түрі бар: футбол, тэквондо, UFC, бокс деген сияқты. Егер де сен футбол түсіретін болсаң, сен футболдағы ең керемет голдарды түсіріп, яғни қиып алып, ютубтан тауып алып, соны тиктогыңа салып, кереметтей қылып монтаждап салуға болады. Немесе футболистердің кереметтей былай монтаж жасап суреттерін шығаратын бар емес, сондай қылып та істеуге болады. Кешіріңіздер, реклама шығып қалды. Және де келесі ол UFC, бокс түсіретін болса, әрине керемет нокауттар немесе күшті алып, құлатқан жерлерінде түсіруге болады. Егер де сен қызғаншақ болмасаң, ешкімнен быжы-быжы жауаптарын қызғанбасаң, онда сен TikTokқа быжы-быжының жауаптарын түсіруге болады. Мысалы, либо білімліліктегі тапсырмалардың жауаптарын түсіруге болады. Әрине бұл өте кереметтей тапсырма деп айтсақ болады, бірақ бір минусы бар. Кешірім сұраймын, бір минусы бар. Каникулға шыққан кезде, либо 3 ай демалысқа шыққан кезде сіздерді ешкім көрмей қалады. Көрсетсек, білмеймін, әйтеуір подписчиктерің, бір еріккен подписчиктерін көреді. Жазда керек емес қой ешкімге, олай білімленеді деген демалыс кезінде даже. В общем, солай активность түсіп қалуы мүмкін, бірақ әрине сабақ уақытында түсірем десеңіздер, ол өте керемет, жақсы кеңес деп айтсам болады. Достар, егер де сіздерге осы менің видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып кетіңдер, сендер осыны тексеріп көріңдер. Если рекке шықса, маған рахметтеріңді айтарсыңдар. Если рекке шықпаса, әйтеуір кешірім сұраймын, бірақ 90%, 80% бұл кеңестер сізді рекке шығарады, рекомендацияға. Видеоны жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Абисон. Давайте. Ее бокал полный ксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Ее бокал полный ксо, она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Ой, ема, XO билік беттің ба? Өшірсе видеоны, давай,